Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге менің отаным Қазақстан атты интеллектуалды ойынды көрсетемін. Бұл ойын енді республика күніне, мысалы 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, немесе кез келген бір патриоттық осындай сыныптан тыс шара өткізетін болсаңыздар, соған қолдануға жақсы. Енді бұл жерде 4 кезең бар. 4 кезең ойлан тап, ақша сөйлейді, сұрақтар ішіндегі асық және қазыналар сыры деп аталады. Қазір мен оны басынан бастап көрсетейін. Сначала деп ашамыз. Осылай басталады. Өзімнің фонында музыкасы бар. Одан кейін ойынымызды бастаудан алдым бізде. Енді патриоттық болғаннан кейін әнұранды бір қоссақ болады. Мына жерде әнұран деген не бар? Осыған бір рет бассақ, осылай қосылады. Толығымен қойылған әнұран осылай қосып айтқызып, осылай негізінде тоқтату үшін осыған бір рет басамыз. Мынау аяқтауға соңында басамыз, 4 кезең біткеннен кейін. Ең алдымен бірінші кезеңмен бастаймыз. Бірінші кезең бізде ойлан тап деп аталады. Ойлан тап бұл сәйкестендіруге негізделген. Жалпы негізі бұл жерде рәміздері мемлекеттік елтаңба. Енді қате біреуіне басып көрейін, былай болады, дұрыс емес деп шығады. Дұрыс вариант болса, осылай дауыс шығады. Осылай. Мемлекеттік бізде келесі монументтер туралы мысалы бәйтерек бізде қате жауаптардан басып тексеріп көрсетейін, қалай істейтінін. Осылай ашылады. Мынау қате, дұрыс мысалы. Бұл сәйкестендіруге негізделген. Енді келесі кезеңге басамыз. Бұл жерде 6 сұрақ болды. Одан кейін бізде ақша сөйлейді кезеңі. Теңге бұл жерде. Осы теңгедегі ұяшықтар бойынша сұрақтар ашылады бізде. Мысалы 100 теңгені таңдайтын болса, осылай сұрағы шығады бізде. Оқушы жауап береді. Жауап бергеннен кейін тексеру батырмасына басамыз, жауап шығады. Осы 100 теңгеге басатын болса, құняққа келеді. Таңдалған тиын жоғалып отырады. Өстіп ойната бересіздер. Міне, барлығы істейді. Сұрақтармен бірге дайын. Енді оңай сұрақтар қойылған. Менде көбінесе өздеріңіз сұрақтарына зерттеңіздер. Барлығы ашыла береді. Сол себепті қазір келесі кезеңді көрсетейін. Келесі кезең бізде сұрақ ішіндегі асық деп аталады. Енді бұл бингоға ұқсас, бірақ бұл жерде асық бар. Осылай айналады, нәтижеге басатын болсақ, бізде асық шығады. Сол асық бойынша сұрақ беріледі бізге. Тест түрінде мынандай. Қате болса осылай, дұрыс жауап болса, бұлай дауыс шығады. Келесі айналдыру деген батырмаға нәтижеге шығамыз. Міне. Өстіп ойната бересіздер. Енді қазір бұл ретімен ашылады. Сол себепті бұл жерде 10 сұрақ бар. Уақыт көп кетіп қалады. Барлығына сұрақ жазылған. Міне мен 4-ші кезеңді бүйтіп көрсетейін. Сразу ашып. Бұл жерде дауыс қазір шықпай тұр. Басынан бастап бастаған кезде дауыс шығып тұратын болады. Қазыналар сыры деп аталады. Бұл жерде 7 қазына бойынша сұрақтар беріледі бізге. Айналдыру батырмасын басамыз. Тура келген нені ашамыз. Бізде тест түрінде тағы да шығады. Мысалы, өстіп ойнатасыздар. Енді бұл да негізі қиын емес, түсінікті деп ойлаймын. Былай басамыз. Міне кез келген тура келгенін ашады, оқушы жауап береді. Қате болса осында, дұрыс болса осылай дауыс шығып отырады. Соңында осы келесі кезеңге басамыз. Мынау біздегі жаңағы неге келеді. 4 кезеңді көрсетіп өттім. Аяқтау батырмасы арқылы аяқтаймыз. Енді бұл жерде біз не істей аламыз? Мына жердегі тақырыпты өзгертуге болады. Кез келген бір тақырыпты қойсаңыздар болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кезеңдерді өзгертуге болады. Атауларын мына жерден де өзгертіп шығасыздар өшіріп. Сұрақтарын өшіріп жазуға болады. Мынаны өшіреміз. Мына жерде суретті изменить деп, міне, мына жерде изменить рисунок деп суретті ауыстыруға болады. Мынаның барлығының сұрақтары өшіп жазыла береді. Өшіріп сұрақтарын өзгертсеңіздер болады. Сурет қойсаңыздар да болады. Мынау бізде бинго, бингоның асық түріндегі версиясы. Бұл жердегі сұрақ, яғни барлық кезең бойынша сұрақтар өзгереді. Менде дайын сұрақтармен бірге оңай сұрақтар өзгертіп неғып қолдансаңыздар болады.
Жалпы осы ойын керек болса маған жазыңыздар, сол жерде толығырақ айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.